Сәлем достар, сіздерге өзім әзірлеп жүрген шелпектің құрамымен бөлісемін. Яғни маған қажетті заттар ұнның ішіне тұз саламыз, одан кейін сұйық май құямыз және де жылы су құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Яғни менің заттарым 3-ақ зат қажет болады. Кейбір адамдар сүт қосып жатады, мен бірақ ондай артық зат қоспаймын. Міне осылайынан қамырымызды илегеннен кейін бірнеше рет басып, иін қандырып, яғни қақпағын жауып қойып қоямыз. Не болмаса пищевой пленкаға салып қоюға да болады. Қамырымыздың иі қанғаннан кейін жақсылап жайып, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Яғни илеген қамырымызға байланысты 7 шелпек немесе 9 шелпек шығады. Әр жұмада мен осылайынан шелпек әзірлеп отырамын. Менде бүгінге 9 шелпек шықты. Бөліктерге бөлінген қамырларымызды ұнға аунатып, жаңағындай жеке-жеке қойып қоямыз. Одан кейін шетінен алып, бір-бірден оқтаулап жайып шығамыз. Яғни қамырымыз не жұқа, не қалың болмау керек. Орташа көз мөлшерде жақсылап жайып шығамыз. Міне менде осындай 9 шелпек шықты. Одан кейін майымызды қыздырып, шелпектерімізді екі жаққа аунатып пісіріп шығамыз. Майдың ішінде шелпекті көп ұстауға болмайды. Әйтпесе екі жағы қатты қызарып кетеді, шелпегіміз қытырлақ болып қалады. Осылай қайнап жатқан майға шелпектерді екі жағымен салып пісіріп алғаннан кейін қағаз сүлгіге жайып шығамыз шелпектерді. Яғни қағаз сүлгі шелпектің бойындағы артық майларды өзіне сіңіріп алады. Міне біздің шелпектеріміз дайын болды. Өте жұмсақ, әдемі, дәмді болып піседі. Жұма күнгі тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын.